Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен колбаски дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті фарш, оған тұзымызды және перец, паприка, хумели-сумели деген бізде өте керемет приправа бар. Соны міндетті түрде қосыңыздар, өзгеше дәм береді. Барлық приправаларды қосып болғаннан кейін біздің болгарскийімізді және пиязымызды қосып араластыратын боламыз. Енді фаршымызға кішкене су құйып барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін мясорубкіден ішегімізге салатын боламыз. Бұл жерде менде қойдың ішегі. Ішегімізге барлығын салып алдық. Енді айналдыра орап шығатын боламыз. Бізде ауа қалып қоймау керек. Ауа қалған жерлердің бәрін инемен тесіп шығарып тастайтын боламыз. Енді шпажканы тығатын боламыз, пісірген кезде жайылып кетпеу үшін. Мынау менде тесіп жатқан бұл сиырдың ішегі. Сол себепті сиырға да жасасаңыздар болады, но бірақ оның көлемі үлкендеу болады. Бұл жерде ауа шығарып жатырмын. Осылай ауаларын шығарып, сосын барып пісіріп алатын боламыз. 3 бөлікке бөлдім, немесе 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Бізге қажетті грудинка және де пияз, экранда көрсетіліп кеткен барлық специяларды қосатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бұны да мясорубкіден өткізіп аламыз. Жақсы бізде фарш шығу үшін. Дайын болған фаршымызды пищевой пленкадан осылай 4 бұрыш етіп кесіп алдым. Тура видеодағыдай етіп жасап шығатын боласыздар. Ең маңызды сәт біздің грудинкамыз орташа қатты мұзды болу керек. Сол себепті бізде домалақ форма шығады. Ал грудинканы полностью мұзын ертіп барып өткізсеңіздер, ол біздің фаршымыз жайылып кетеді. Сол себепті формасы бұзылады. Енді шашлик дайындайтын боламыз. Шашликна спашка. Бұл жерде де тоже фарш және де пияз, тура сол қайталанған приправаларды қосамыз міндетті түрде. Және де бұны да тағы бір қайтара өткізіп аламыз мясорубкіден. Сонда біз жұмыртқа қоспаймыз. Сол кезде біздің фаршымыз бір-біріне жабысқақ болып келеді, жарылмай шығатын болады. Біздің фаршымыз дайын болды. Тура осылай етіп, жақсылап бір-біріне жабыстырып шығып, осылай барлығын істеп шығатын боламыз. Және де қызып тұрған печкімізде пісіріп алатын боламыз. Уақыты 180 градуста, менде 20 минутта пісіп қалды. Сол себепті духовкаларыңызға қарап тұрыңыздар. Ал қалған біздің колбаскаларымызды монтоваркада пісіріп аламыз. Жаңағы біздің кішкентай колбаскаларымызды да барлығын. Ал мұнаны тек духовкада пісіріп көретін боламыз. Бұны 120 градуста 2 сағат пісіретін боламыз. Біздің колбаскаларымыз дайын болды. Енді табамызға кішкентай май құйып, жан-жағын қорып алатын боламыз.
Бұл менде куриный колбаски, яғни біздің жаңағы кішілеу жасалған фаршымыздан қалғанды осылай бір шекке салып алдым. Олай да жасасаңыздар болады, шекке салып, пищевой көлеңкі болмаса. Енді өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға тарта беруге болады. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын сіздермен. Сіздермен болған Айгерім.